30 жасымда ордада бұздым, 40 жасымда қамалды алдым. Мен 2008-2013 жылдары 30 жасыма дейін 5 жыл колледжде, университетте оқытушы болып, бір кітапты «Темір жол станциялары мен тораптары» толық қазақшаға аудардым. 1 жыл күзет қызметі бастығының орынбасары болдым. Мақтау марапаттау қағаздары жетеді. Студент кезімде ағылшын әншілерінің альбомы үшін 2002-2007 жылдары Western Morning топтық жобасын жасадым. Бірінші толқыны. Ол 6 альбомнан тұрды. Ағылшын тіліндегі 28 ән. 2008-2024 қазақ тілінде 16 ән, орыс тілінде 2 ән жаздым. Ал 2011-2016 жылдары Western Morning топтық жобасының екінші толқынын жасадым. Ол 6 альбомнан тұрды. Ағылшын тіліндегі 18 ән. Жалпы 62 ән. Барлығының авторлық құқығы сақталған. 5 жылда 32 ән дауыс жазып, бейнебаян түсіріп, альбом жасап тастағанмын, мен ештемеде жоғалтқан жоқпын. Және артта қалып кеткен жоқпын. Жұрттар ойлайды, үйі жоқ, күйі жоқ, табысы жоқ, көлігі жоқ деп. Иә, онысы рас. Табысым бар. Бірақ көп емес. Аз болса да жұрт қатарлы өмір сүріп жүрмін. Ешкімге қол жайған емеспін. Жаймаймын да. Маған материалдық емес, рухани байлық керек. Болды, мен кезінде жасайтынымды жасап, алатынымды алып қойғанмын. Одан артық не керек? Мен өкінбеймін. Себебі мен бақыттымын. Бала шағам бар, артымда өсіп келе жатқан. Артымда үлкен мұра қалдырдым. Бас аман болсын. Ақша болса келеді, кетеді.